қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмаға мен суреттерден табиғат әлемді, яғни таулар мен өзен-көлдерді, жануарларды көріп тұрмын. Сол себепті бүгінгі тақырып табиғатпен тікелей байланысты деп ойлаймын. Екінші тапсырмаға тақырып адам және табиғат. Сұрақтарға жауап. Біріншісі, түз тағысы адам үйретпеген табиғатта өз еркімен өмір сүретін жабайы аңдарды айтады. Олар орманда, далада, тауда, шөлде өмір сүреді. Мысалы, аю, қасқыр, түлкі, тағы да басқалары. Ал үй жануарлары қолға үйретілгендіктен түстағыларына жатпайды. Екінші сұраққа, қазақ халқында кейбір жануарлар киелі деп есептеледі. Өйткені олар туралы аңыздар көп, елге пайдасы бар, немесе ерекше қасиеттерімен танылған. Олар үй жануарлары деп айта аламын деп сұрақтарға жауап берулеріңізге болады. Үшінші тапсырмада аңшылық пен саяткерліктің мынандай айырмашылықтары бар. Аңшылық жабайы аңдарды аулау. Адамдар аң аулау үшін мылтық, қақпан немесе басқа құралдарды қолданады. Саяткерлік арнайы үйретілген қыран құстармен аң аулау өнері. Саяткерлер бүркіт, қаршыға, сұңқар сияқты құстарды баптап солармен аң ұстайды. Төртінші тапсырманың бірінші деңгейінде қасиетті, киесі тиеді, киесі ұрады. Жылан, қыбыр, ұзын құрт. Қасқыр, ит, құс, бөрі, ұлыма. Түз тағысы жабайы жануарлар. Екінші деңгейде дұрыс оқымасаң уақытың пайда емес, зиян болады. Жабайы аңдар орманда өмір салады. Ал үй жануарлары адамдармен бірге тұрады. Бұл екі жануардың арасында көп айырмашылық бар, бірақ кейбір ұқсастықтары да кездеседі. Қазақ халқы ерте кезде көшпелі болған, ал кейін ауылдар отырықшы өмірге өтті. Үшінші деңгей тапсырмаларында үй жануарлары мен жабайы жануарларды сіздерге бейне сабақта көрсетіп қойдым. Өздеріңіздің қосарларыңыз болса, қосып жазуларыңызға болады. Бесінші тапсырмада қоянның төлі көжек, түлкінің төлі жәудір, мырмай, міршай, еліктің төлі еңлік, арыстанның төлі алан, абдан, аюдың төлі қонжық, киіктің төлі құралай, қасқырдың төлі бөлтірік, жолбарыстың төлі шөнжік, таутан, сармақ деп тапсырманы орындап шығуларыңызға болады. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.